Assalamu alaikum. Құрметті балалар, ағайын достар, мен Анвар Ағдаулет. Ертөстік жобам бойынша шығарылған қазақ әліппемен компьютер драйверменен танысып өтейік. Бұл бұрынғы әліппе дейік, енді өзек әліппенің дәуірі. Өзекті ең кемінде 2 деңгейлі, өзек және төл. Өзек әліп, төл. Өзекті әліптер, төл әліптер. Өзек 20, төл 28-29. Ұлғаяды 30-ға дейін. 30-тан. Өзек әліппе ешқашан дүние жүзінде болмаған. Бұндайға ұқсас жоқ. Ең жақсы әліппе болады. Болып тұр. Өзек әліппе қандай? Ол біріншіден өте қарапайым. Бұны әліппе емес дейді. Байтұрсын институттағы 5 жыл бойы ғалымдары бұны әліппе емес деп қабылдамай тұр. Соншама қарапайым болғаннан соң өте төзімді. Бір 20 әріппенен теле бересіз, теле бергенде дұрыс болады. Қазақ тілді білмеген адамның өзі дұрыс теле береді. Терең зерттелген, жаңа ғылым жаңалықтар табылған, G-фонема деген мысал. Өте үстемді, өйткені о қақ төрге ортасына қазақ үндес заңдары, қазақ тіл заңдары қойылған, ASCII код, тұтас түрлі ішіндегі бөлшектер, әріптер, дыбыс, ASCII код бір-біріне, ағылшын тілді де бір-біріне сәйкестеніп бірден драйверменен істелінген. Икемді деңгейлі болғаннан соң ол өзгеріп тұрады, және әркім өзіне өз деңгейін тауып істей береді. Нақты болғаны мінекей ертөстік драйвер көрсетіліп тұр. Ертөстік драйвер сол осы ертөстік жобамен істеп тұр. Төмен жақта латын әріппенен теріп жатырмын, ал жоғарыда керек Q-ні шығарылып жатыр. Байқаватсыз, бұл латын әріпке де, басқа әріптерге де істейтін құрғана бір шетін көріп тұрсыз. Драйвер дайын, ешқандай арнайы драйвер іздеу керек емес, мінеки дайын драйвер ертөстік деп аталатын істеуде көріп тұр. Демек 20 әріппенен теру болады деген бұл дәлел. Өзекті әліппеміз сондай сипатта қарапайым, тұтас, икемді, үстемді деп айтамыз. Өте мықты. Өзекті әліппе facebook.com Ағдаулет қазақ әліппе де табасыз, ютубтан да іздеп таба аласыз. Жалғасы болады бұйырса. Және сау саламат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дейміз.